17-ші аудио мәтін. Мұстафа Өзтүрік. Қазақстан Республикасы Таеквондо Федерациясының негізін қалаушы, халықаралық дәрежедегі жаттықтырушы, таеквондошы Мұстафа Өзтүрік жайлы білеміз бе? Ол қазақ қана емес, бүкіл мұсылман баласының ішінен қара белбеуге ие болған тұңғыш спортшы. Мұстафа Түркияның Кайсери қаласында дүниеге келген. Ол Стамбулдағы орта мектепті бітірген соң, Тайвань еліндегі экспериментальды университетті және халықаралық қатынастар университетінің журналистика факультетін қоса бітірген. Оның спорттағы алғашқы қадамы осы елде басталып, кәрістің төл спорты таеквондоны студент кезінде үйренген. Бұл туралы атақты спортшының өзі 1970 жылы таеквондоны Тайванда оқып жүргенде үйрендім. Апырай, аяқпен де ұруға болады екен ғой деп таңғалғаным бар. Ақыры сол жердегі Корей УШО деген мектепті бітіріп шықтым дейді. Мұстафа таеквондоны Тайвань мен Гонконгта үйренгенімен, палуандық өнер оның тұқымында бар еді. Әкесі Қабен Түркия жеріне келіп қоныстанған кезінде түрік палуандарын бірінен соң бірін жеңіп, күштілігімен көзге түседі. Сонда Қабеннің балуандық өнеріне риза болған түріктер, ол ортаға шықса, «Ой, мынау нағыз түрікше күреседі ғой, мынау нақ түріктің палуаны ғой, мынау Өзтүрік қой» деп Қабенді Өзтүрік атап кетеді. Сол Мұстафа Өзтүрік Түркияның Стамбул, Германияның Мюнхен қалаларында таеквондо мектептерін ашып, талай әлем чемпиондарын дайындап шығарған. Мұстафа өзі ашқан мектептердің төріне қазақтың қара домбырасын іліп қоятын болған. Ол еліміздің тәуелсіздік алған жылдары елге оралып, Қазақстан Таеквондо Федерациясын құрды. Алматыдан өз мектебін ашты. Талантты шәкірттер тәрбиелеп, Қазақстанның алғашқы чемпиондарын шығарды.